Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының агротехнология, мелиорация және топырақтану бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, ауыл шаруашылығы ғылымының көрнекті қайраткері Камалдин Шермағамбетұлы мерейлі 75 жасқа толып отыр. Камалдин Шермағамбетұлы 1950 жылы 21 ақпанда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Талап кеңшарында бүгінгі Бесарық ауылдық округінің Кеңес ауылында дүние есігін ашты. Балалық шағы туған жердің табиғатымен үндесіп, еңбекқорлық пен ізденістің үлгісінде өтті. 1967 жылы нөмірі 54 октябрь орта мектебін тәмамдап, еңбек жолын қарапайым жұмысшы ретінде бастады. 1969-1971 жылдары отан алдындағы борышын өтеп, Семей атом сынақ полигонында әскери қызметте болды. Қайсар рух пен жігерді ту еткен жас жігіт елге оралысымен білім алуға ден қойды. 1971 жылы Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институтына түсіп, 1977 жылы агроном мамандығы бойынша үздік дипломмен аяқтады. Сол уақыттан бері ауыл шаруашылығы ғылымына бар ғұмырын арнап келеді. Камалдин Шермағамбетұлының ғылыми қызметі күріш шаруашылығымен тығыз байланысты. Ол Қазақ күріш ғылыми зерттеу институтында аға ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарды. 2015 жылдан бері Ыбырай Жақаев атындағы институтта жетекші ғылыми қызметкер ретінде еңбек етіп келеді. Ол облыстың климаттық, топырақтық және су ресурстарына бейімделген күріш ауыспалы егісінің жаңа үлгілерін әзірледі. Зерттеулерінің нәтижесінде 50%, 49% және 37,5% күріштің үлесі бар ауыспалы егіс жүйесін жасап, үш түрлі аймақтың ерекшеліктеріне қарай енгізу жөнінде нақты ұсынымдар әзірледі. Камалдин Шермағамбетұлы күріш егісінде арам шөптерге, өсімдік ауруларына қарсы қолданылатын пестицидтерді сынақтан өткізіп, олардың мемлекеттік тізімге енгізілуіне ықпал етті. Сонымен қатар топырақты жеңіл өңдеу арқылы күріш өсіру тәсілдерін жетілдіру, күрішті көшетте өсіру және оның тұқымын өндіріп егу әдістерін ойлап тапты. Күріштің жаңа сорттарын шығаруға атсалысты. Оның авторлығымен күріштің түгіскен бір, Әйкерім, арпаның Қайсар, Іңкәр, Сыр аруы, Шахристан сорттары дүниеге келді. Сонымен қатар аймақтың егін шаруашылығын әртараптандыру мақсатында күріш ауыспалы егісінде бидай, арпа, сұлы, мақсары, жоңышқа, түйе жоңышқа, рапс дақылдарын өсіру технологияларын жетілдірді. Оның жетекшілігімен түгіскен тәжірибе шаруашылығында күріштің маржан, авангард, түгіскен бір сорттарының алғашқы тұқым шаруашылығы ұйымдастырылып, сапалы өнім алу жолға қойылды. Ғылым жолындағы ізденістерін жетілдіру мақсатында Камалдин Шермағамбетұлы 1981 жылы КСРО министрлер кеңесінің жаңалықтар курсын, 1989 жылы Мәскеудегі Тимирязев атындағы ауыл шаруашылығы академиясының тәжірибе әдістемелері бойынша білім жетілдіру факультетін тәмамдады. Ғылыми іссапармен ТМД елдерінде, сондай-ақ Нидерланд, Франция мемлекеттерінде болып, халықаралық конференцияларға қатысып, өз тәжірибесімен бөлісті. Ғалым ғылыми зерттеу жұмыстарымен қатар қоғамдық істерге де белсене араласты. Ол институттың жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, еңбек ұжымы кеңесінің мүшесі, кәсіподақтар кеңесінің төрағасы, облыстық Семей-Невада қозғалысының белсенді мүшесі болды. Сондай-ақ Исатай Әбдікәрімов атындағы агротехникалық колледжде егіншілік өсімдік шаруашылығы бағытында дәріс оқып, мемлекеттік емтихандарға төрағалық етті. Ғылым мен қоғамдық жұмыстағы еңбегі елеусіз қалған жоқ. Камалдин Шермағамбетұлы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалі, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің марапаты, Қызылорда облысы әкімдігі мен мәслихатының құрмет грамоталары, бірінші дәрежелі еңбек даңқы белгісі, Батыр шапағаты медалі, Семей ядролық сынақ полигонының жабылуына 20 және 25 жылдық мерейтойлық медальдары сынды көптеген наградалармен марапатталған.
Камалдин Ширмағамбетұлы өмірлік серігі Гүлжан ханыммен бірге 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Бүгінде немерелерінің шат күлкісіне бөленіп отырған өнегелі шаңырақ иесі. Еңбегімен елге танылған, ғылымымен ұлтқа үлгі болған Камалдин Ширмағамбетұлына ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, толайым табыстар тілейміз.